мектеп гимназиясының оқушысы Оспан Диана мамандық кеше, ертең, бүгін атты сайысы бағы бойынша хирургия мамандығын таңдадым. Бұрынғы хирургия матриархат дәуірінен бастау алды. Ең алғаш хирургия жайлы Гиппократ өз деректерінде жазған болатын. Байырғы заманда Мысырда артық қанды ағызу арқылы буындарды салу, қол аяқтарға операция жасалған. Ежелгі Үндістанда маңдайдағы терінің алып, бұрындағы ақауларды реттеген. Қытай деректері бойынша хирургия саласы бойынша адам терісін ине салу арқылы, күйдіру арқылы жасаған. Хирургия құралдары ең алғаш жапырақтан жасалды, одан соң ағашқа өтті және де темірге ауысты. Өте жақсы дамып келеді. Хирургиялық операциялардың өзіндік этаптары да бар. Ең бірінші науқасты дайындау, және де оған наркоз беру, науқасқа операция жасау, төртінші науқастың өзіне келуі. Хирургияның өзі неврохирургия, микрохирургия және де бауыр өт жолдарына операция жасау болып бөлінеді. Хирургия салалары өте көп, солардың ішінде тоқтала кетейін. Ең бірінші пластикалық хирургия, яғни адамның бет бейнесінде ақаулар болған жағдайда оны түзулейтін операция түрі. Және де күйік хирургиясы, адамды күйік шалған кезде жасалатын операцияның түрі. Тағы да бір түрі неврохирургия, ол адамның миына, яғни миына зақым келген кезде операция жасалады. Және де әскери далалық хирургия, ол әскери медицинада маңызы өте зор. Және де лазерлі хирургия, ол бізде ультракүлгінді сәулелер арқылы жасалатын хирургияның түрі. Болашақта хирургия қарқынды түрде дамиды. Хирургиялық операциялар ультракүлгінді сәулелермен бірге жасалады. Қорытындылай келе, хирургия мамандығы өте маңызды мамандықтардың бірі.